Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Сіздерге егер де жаңадан сынып жетекшілерге, егер де сіздерде жаңа оқушы келіп, немесе жаңа ата-ана келетін жағдай болатын болса, яғни ата-ана тіркелмей қалған жағдай болатын болса, онда сіздер бұға іс-әрекеттер арқылы қосатын боласыздар. Мен сіздерге қазір өзімізде Жаңалай апайдың логин пароль арқылы кіріп көрсететін боламын. Яғни ол кісіде логин атауын жазамыз және де пароль құпия сөзді енгіземіз. Мелиханова Жаңалай апайдың атынан кірдік. Яғни көріп отқандарыңыздай мектеп бағдарламасы, яғни осы терезе ашылады. Терезе ашылған екенге біздің іс-әрекетіміз жұмыс төлі. Яғни бұл видеороликті не үшін жасап жатырмын? Біз уақытында енгізілген, бізде күнделікті қозғалыс болып отырады мектебімізде. Яғни жаңадан оқушы келеді, оқушы кетіп жатады. Сол іс-әрекеттердің барлығын, яғни админ, яғни мектеп әкімшісі немесе сынып жетекші жасау мүмкіндігін қазір сіздерге жасап отырмын. Алдындары бұл сынып жетекші ол мүмкіндікті жасай алмайтын еді. Яғни қазір сол мүмкіндікті сіздерге беріп отырмын. Өйткені қашықтықтан жаңа оқушы келіп, немесе ата-аналар тіркелмей қалу жағдайлары болып жатыр. Бірінші іс-әрекет, сіздер не істейсіздер? Яғни көріп отырғандай сынып жетекшіге оқушыларын көріп, түгендеу. Яғни өз оқушылары толыққанды сыныпта отыр ма, әлде жоқ па? Яғни мына 4-ші Б сыныбында, яғни Жаңалай апайдың сыныбында 24 оқушы бар. 24 оқушы толыққанды кірмеген. Оны біз қайдан анықтап отырмыз? Қарасаңыздар, қалған оқушылар 22 оқушы жасыл түсте, ал 2 оқушы қара түсте, және де оған хабарлама жіберу мүмкіндігі жоқ 2 оқушы. Енді осы 2 оқушыны біз жүйеге тіркеу үшін, ол 2 оқушыны жүйеге шақыруымыз қажет, яғни күнделік кезекке. Өңдеу батырмасын басамыз. Өңдеу батырмасын басқан екен, қарап шығу, деректер, жетістіктер, көшу, бұйрықтар, туысқандар дейді. Астында пайдаланушы аты уақытша құпия сөз дейді. Яғни бұл оқушының жеке құпия сөзі болып табылады. Пайдаланушы атымен уақытша құпия сөзі. Енді бұның ата-анасын міндетті енгізуіміз қажет. Өйткені оқушы, ата-ана, мұғалім тығыз байланыста болу керек. Ата-ана өз оқушысының жетістігін көреді, тапсырмаларын, балдық жүйесін, 90-дық, БЖБ алып жатқан балдық жүйелермен және қалыптастырушы бағаларын көріп отыру мүмкіндігіне ие. Ол ата-анада бір немесе бірнеше баласы болуы мүмкін. Яғни ол балдардың барлығы біздің мектепте оқуы мүмкін. Туысқандар бөлімін басамыз. Туысқандар бөлімін басқан кезде, яғни бұл Бақытжан Әдема деген оқушының ата-анасы біздің жүйеге енбеген. Енді оны біз не істейміз? Көріп отқандарыңызда туысқанды қосу дейді. Туысқанды қосу. Жаңа пайдаланушы сіздің мектебіңізден басқа мектептен дейді. Енді қазір басқа мектеппен байланыс жоғары деңгейде әлі жүрмеген. Сондықтан біз өз мектебімізден іздеп көреміз. Өйткені неге? Бұның інісі, немесе әпкесі, немесе қарындасы жүйеге еніп, сол сыныптың сынып жетекшісі қосып қойған болуы мүмкін. Сондай жағдай болуы мүмкін. Сол үшін бірінші біз өз мектебімізден іздеп көреміз. Сіздің мектебіңіз деген
тұсқа галочка қоямыз, таңдау, әрі қарай деген батырманы басамыз. Және қызметкерлер емес, біз ата-аналар бөлімінен ол оқушының ата-анасын іздейміз. Сапарбаева Айгерім. Так, Сапарбаева деп жазып көреміз. Так, табу дегенді басамыз. Так, Сапарбаева деген бізде жоқ. Яғни біз кері қайтуды орындаймыз. Артқа қайтамыз. Және де жаңа пайдаланушы деп енгіземіз. Әрі қарай. Так, әрі қарай біз не істейміз? Мына жерде көрсетіліп отырғандай туысқанды қосу әдісі, туысқанды қосу деректерді тексеру дейді. Яғни біз екінші әрекет оқушының жаңа ата-анасын, яғни анасын енгізіп жатырмыз. Сапарбаева тегі, аты Айгерім, Умиралиевна, так, туған күні 30-ы, 08-1988 жылы туылды. Жынысы әйел, ұлты қазақ, ЖСМ 88 08 304 03 035. Так, электронный адрес болса, электронный адресін енгізесіздер. Ұялы байланыс телефондары, яғни жұмыс телефоны, үй телефоны, ұялы телефоны, қай номер болады, сол номерді біз енгізуіміз қажет. Енді ол қазір менде жоқ, әрі қарай батырмасын басамын. Негізі сол деректерді енгізіп қойғандарыңыз дұрыс. Енді қарасаңыздар, Бақытжан әдеманың мына жерде туысқан түрін таңдаймыз. Туысқан түрі. Бұл кісі оның анасы, немесе әжесі, өгей анасы, қорғаншы, қамқоршы, қорғаншы және қамқоршы орган дейді, асыранды ата-ана, мекеме жетекшісі дейді. Енді бұл біздің кейіпкер анасы деген таңдаймыз да, байланыстыру деген батырманы басамыз. Так, көріп отқандарыңыздай, Бақытжан әдеманың туысқан, яғни анасы бізде жүйеге тіркелді. Так, оны қалай көреміз? Мына қазір қара түсте тұр, яғни ол жүйеге біз ол кісіні шақыруымыз қажет. Қаламыз өңдеу дегенді басамыз. Төменге түсеміз. Так, төменге түсеңіздер, қарап шығу. Сапарбаева Айгерім Умиралиевна, әйел 31 жаста, туылған күні, мектепте Бақытжан әдема оқушылар, баласы. Сайт бойынша мына күнделік кезекте шақыру дегенді бассаңыздар да болады, немесе логин парольді жазып алып, немесе суретке түсіріп алып, ата-ананың жеке чатына жіберу арқылы күнделік кезетке кіруді міндеттейсіздер. Так, мына ата-ананы енгіздім. Анасы, әкесі мәжбүр болса, толық қамтылған отбасы болатын болса, жүйеге толық енгізгендеріңіз дұрыс болады. Так, бұл бір оқушыны аяқтадық. Ал енді екінші оқушыны анасын мен жүйеге енгізуім қажет. Енді жұмыс түріне қайта барамыздан оқушылар дегенді басамыз. Оқушылар дегенге басқан екен, жаңа Бақытжан әдеманың анасын енгіздік. Енді Жасұзақ
Ақжанның анасын жүйеге енгізуім қажет. Жүйеге кірдім. Жаңа көріп отқандарыңыздай мына оқушыны да әлі жүйеге тіркеуіміз керек. Бұл жаңадан келген оқушылар. Бұны да жаңадай суретке түсіресіз дағыны ата-ананың жеке чатына жіберіп, баласының осы логин пароль арқылы кіріп, берілетін пән мұғалімдердің беріп отқан тапсырмаларын көріп, орындар өз бағасын, тиісті бағасын көріп отыру міндеттейсіздер. Енді жаңағыдай туысқан дегенге басасыздар. Туысқандар дегенге басқан кезде бұл оқушының да әлі анасы немесе әкесі жүйеге тіркелмеген. Туысқандарды қосу, жаңа пайдаланушы немесе сіздің мектебіңізде. Бұл оқушыны да жүйеден іздеп көреміз. Пока бұл оқушылар жаңадан келгендіктен, бұл оқушылар біздің әлі жүйеге енбеген. Так, жаңа пайдаланушы. Жаңағыдай көріп отқандарыңыздай туысқан қосу айтса, туысқанды қосу, деректерді тексеру. Сол арқылы мына Жасұзақ Ақжанның анасын жүйеге тіркеймін. Жүйеге тіркеймін дағына шақыру, пароль, құпия пайдаланушы атымен құпия сөзді ол кісінің жеке чатына жіберем. Тура осындай қарқынды сіздердің жүйелеріңізге оқушыларыңыздың туысқаны ретінде ата-анасы тіркелмеген болса, осылай жүйеге тіркейсіздер. Бізде мектебімізде жалпы 100% деп айта алмаймын, 80% оқушылардың ата-анасы жүйеге тіркелген, ал 20% әлі жүйеге толық тіркелмеген. Өйткені бұл жаңадан келіп кетіп жатқан оқушылар саны бізде өте көп. Яғни 100 оқушы, 200 оқушы бізде жыл аралығында 200-ден де асты оқушы келіп кетіп жатады. Сондай бір қозғалыстар болады жыл соңына дейін. Яғни сол үшін барлық сынып жетекшілер өз оқушыларыңыздың ата-аналарын қарап, тексеріп, жүйеге қоссаңыздар. Енді ата-аналар бөлімін бассаңыздар, мына жерде жұмыс үстелінде ата-аналар бөлімін бассаңыздар, мынандай терезе ашылады. Бұл терезеден сіздің оқушыңыздың ата-анасы бар жоғын көре аласыз. Яғни туысқандар, оқушылар. Оқушыларды қарайсыз. Оқушының аты жөні тұрады. Оның анасы, оның әкесі, оның жаңағыдай әжесі немесе атасы да болуы мүмкін, немесе қамқоршысы болуы мүмкін. Сол бір міндетті, сол оқушыға жауапты кісі біздің жүйеге тіркелу шарт. Көру баланың тәрбиесімен, оның сабағымен, оның үлгерімімен тығыз байланыста болу үшін. Яғни осы жерден қарап отырып, оқушыларыңыздың аты шықпай, мына қарасаңыздар, мен жаңа Бақытжан Әдема деген оқушыны тіркедім жүйеге. Жүйеге тіркедім ата-анасын. Яғни ата-ана біздің ата-аналар тізімінен шықты. Мен қазір мына оқушыны тіркесем жүйеге, бұның да ата-анасы жүйеден шығатын болады. Так, Мирзаева. Феруза. Тангир Перкеновна. Так, 14. 07'si 1979. Так, Қазақ. Жесені 79. 07. 702. Так, электронный пароль
электронный почта деген жаңағыдай өздеріңіз білетіндей mail.ru немесе gmail.ru gmail.com сайттарын енгізулеріңізге болады. Так, осылай енгізесіздер. Мысалы, менің жеке почтам тура осындай мысал көрініс ретінде орындауларыңызға болады. Ұялы телефоны болса 8701 250 250 20 23 26 деген сияқты үштік номерді тіркеп әрі қарай батырмасын басасыздар. Міндетті толық данный толтырылу қажет. Енді қарасаңыздар, қосылатын пайдаланушы деректерін мұқият тексеріңіз дейді. Яғни қарап шығамыз, деректер тексеру. Аты жөні, жас ұзақ Ақжан, мына жерде email, ұялы телефон бәрі жазылмаған екен. Осыларды біз жазып шығуымыз қажет. Так, мына жерде жаңа көріп отқандарыңыздай туысқан кім? Оның атасы немесе анасы, әжесі деген сияқты. Соны таңдаймыз, анасы дейміз, байланыстыру дейміз. Так, көріп отқандарыңыздай жас ұзақ Ақжанның да анасы жүйеге тіркелді. Оның әкесін қазір жүйеге тіркейтін боламыз. Так, оған дейін мына сіздерге мына өзгерісті көрсетейін. Так, мына терезені қайта жаңартам, немесе қайтадан кіреміз. Ата-аналар, яғни жұмыс үстелі, сынып жетекшінің сыныбы және ата-аналар деген бөлімді басамыз. Ата-аналар деген бөлім басқан кезде, так, қарап отырсаңыздар, мына жерде Мирзаева жас ұзақ, Мирзаева Феруза, яғни баласы, қызы жас ұзақ Ақжан. Так, мына жерде Сапарбаева Әйгерім. Яғни бұл кісілер жүйеге күнделік күзет, яғни мектеп өз несіне тіркеді, тізіміне. Бірақ ол кісілерді жүйеге шақыруымыз қажет. Яғни Мирза өңдеу бөлімін басамыз, мына қаламша белгішесін. Мына жердегі Феруза Мирзаева 07 197 пайдаланушы атын және уақытша құпия сөз 68 41 66 83 41 уақытша құпия сөзін жеке чатына жібереміз. Жалпы ата-ананы тіркеу осылай жүзеге асады. Так, оқушыларыңыз, жаңа оқушылар келген болса, ол оқушыларды да жүйеге қосу міндеттеледі. Оны қазір бөлек чатта тағы видеороликте көрсететін боламын. Осы тапсырмаларды толыққанды орындап аяқтауларыңыз қажет.